Ассалаумағалейкум ағайындар, аман есенсіздер ме? Бүгін міне Наурыздың 17-сі, Калифорния штаты, Лос-Анджелестеміз. Мына жақта әншейінде бала-шаға абыр-сабыр ойнап жататын еді. Көшеде ешкім жоқ. Коронавирустың салқыны барлығымызға тиіп жатыр. Өкінішке қарай біз жақта Starbucks болсын, басқа да ресторандар болсын, барлығы жабық тұр. Тек қана тапсырысты беріп, сол жерден алып кетесің, еш жерде отырмайсың. Бүкіл столлардың барлығын жинап тастаған. Одан жаманы бүкіл спорт залдар, фитнес залдардың барлығы жабық. Өкінішке қарай қысқасы адам жиналатын жердің барлығы жабық. Мынау киім-кешек сататын дүкендерді бір көріп шықтым жаңа, кішкене ішіп пысқаннан кейін. Біраз жабық тұр, ішінде адам жоқ. Ал ең жаманы халық өкінішке қарай жапа-тармағай супермаркеттегі туалетный бумага болсын, су болсын, макарон дейсіз ба, қысқа сақтауға болатын ең қажет заттардың барлығын сатып алып кеткен, ешкім ештеңе қалдырмай жатыр. Екі рет супермаркетке бардық, өкінішке қарай су таппадық. Енді қызық екен, тыныш уақытта, соғыстың кез емес, жайбарақат уақытта супермаркеттен су таппай қалам деп бір шұйықтасам да түсіме кірмепті. Әшейін бір жеміс-жидек алғың келсе, нан алғың келсе, бір сағаттап, 2 сағат, 3 сағаттап кезекте тұрасың, оның өзі қиын. Бұл уақытта өтер, бұл уақытта кетер. Құдай қаласа, ең бастысы даурығып, паникаға берілмеу керек деп ойлаймын. Егер бұл ауру, коронавирус паникадан жазылатын болса, жер планетасы бұл коронавирустан осыдан 1 ай, 2 ай бұрын құтылып қойушы еді. Жақындарымыз сақтайық. Барлығы айтып жүр ғой, қолымызды жуып жүрейік, ең басы таза болайық. Бұдан да біз үлкен сабақ алып жатырмыз деп ойлаймын. Әр нәрсенің бір хайры, бір жақсылығы бар. Бұл індеттің де, бұл дерттің де біз үшін бір үлкен хайры, сабағы болады деп сенемін. Әркім өзінше жорамалдап, әркім өзінше пайда алып жатыр. Ең бастысы ауырмайық, жақындарымыз ауырмасын. Аман есен болыңыздар, шаршамаңыздар.